Қазір текстқа текстура таңдап үйренеміз. Ол үшін жаңа жыл деп жазайық. Жаңа жыл. Енді осы жерде тексті цветті таңдаймыз. Градиент, цвет, текстура деген тұрады. Градиент дегеніміз біздің әртүрлі болады. Бұлайна цветі кішкене өзгеріп тұрады, көрдіңіздер ғой. Горизонтально, вертикально. Қалай ұнайды, солай өзгертсеңіз болады. Цветтерді таңдасаңыз да болады. Жасыл. Мына жақта, например, темно-зеленый дейік. Сосын градиент алып өзгертеміз бұлайна. Жаңа жыл деп. Енді текстура. Текстура, бұл жерде текстуралар өзінікі онша емес. Добавить фотоға кіреміз, например. Мынаның текстурасы ұнап тұрмаған. Мына несі кетіп қалады екен оған. Мынаны таңдап көрейікші. Істейміз, например. Жаңағы шытырлағы ұнап тұр маған. Мына жақта. Неке. Мынаны таңдайық. Көрдіңіздер ма? Осының текстурасын алады. Өстіп, золотистый болсын, қандай ұнайды, өзіңізге любой текстураны қоя берсеңіздер болады. Мынаны таңдайық. Неке. Осының қалпын алады. Осы жерден. Енді текстқа келетін болсақ, обводка жасаңыздар болады. Ақ қылып, жасылып, әдемі болып көрінеді. Прозрачность дегеніміз оның цветінің несі. Насыщенность қой. Так, тень дегеніміз. Тень береді. Цветной тень. Көлеңкесі, Так, блюр, прозрачный изгиб дегеніміз. Сіз оны байынан қисайта аласыз. Осылай жаза аласыз. Изгиб деген осындай. Текстқа қатысты осы.